Баршаларыңызға қайырлы күн, асхана ханшайымдары. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын чебурекилердің рецептісімен бөліскім келіп тұр. Алдымен ұнымызды алып, оған шамалы тұз салып, араластырып аламыз. Көбісі чебуректің тестасын ыстық суға істеп жатады. Менің рецептімді кәдімгі жылы су қолданасыздар. Оған шай қасықпен жарты қасық уксус қосасыздар. Шым-шым тұз 3 ас қасық сұйық май құйып араластырып аласыздар. Осы уксустың көмегімен біздің тестамыз хрустящий, эластичный болып шығатын болады. Енді суды құйып, қамырға кірісетін боламыз. Басында қасықпен араластырып, одан кейін қолмен осылай қамырды жайып алдым. Қамыр сәл қатты болып шығуы керек. Енді осылай тынықтырып қоямыз. Енді салмасына кірісейік. Менде бұл жерде қарамалдың фаршы және де 3 жуа. Чебуректе жуа өте көп болуы керек. Біз үй ішімізбен жуаны өте жақсы көреміз. Сондықтан да мен осылай молынан салдым. Енді дәмін келтіртіп тұзымызды, бұрышымызды және де менде сухой чеснок бар, сушеный, соны салдым және де шамалы приправа салдым. Оған жарты кесе су құйып, әбден араластырып алдым. Чебурегіміз енді сочный болып шығуы керек. Сондықтан да суды аямай құйыңыздар. Салмасы да дайын болды. Иісі деген аңқып, өзі сочный болып тұр. Енді қамырға кірісейік. Дайын қамырды осылай бөліп алдым. Менде 10 чебурек шығайын деп тұр. 350 грамм ұннан. Қамырды осылай видеодағыдай жұп-жұқа қылып жайып аласыздар. Енді үйде жасап жатқаннан кейін мен салмасын осылай мол қылып салдым. Енді видеодағыдай осылай шетін бірінші бекітіп шығатын боламыз. Одан кейін вилкамен, айырмен шеттерін осылай басып шығатын боламыз. Бізде енді үйде 2 адам болғаннан кейін мен осылай 10 штук жасадым. Тағы да айта өтейін, менде 350 грамм ұн кетті. Сіздердің отбасыларыңыз үлкен болса, онда 500 грамм немесе ингредиенттерін 2 есе салып көбейте бересіз. Қызып тұрған майға чебуректерді осылай қызартып, екі жағын пісіріп алатын боламыз. Видеодағыдай қасықпен үстінен майды құйып тұрсаңыздар, чебурек одан сайын үлкейіп, воздушный болып пісетін болады. Рецепт ұнаған жағдайда каналыма подписка жасап, комментарий жазып, лайк қойып кетіңіздер. Жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет.